қазіргі заманда культура отмены деген бар. Осындай понятие. Концерттен алпыстандар, эфирден алпыстандар, кинодан алпыстандар. Бір қате жасаса, все, алпыстандар дейді. Сіз қалай ойлайсыз? Ол дұрыс па, дұрыс емес па? Өйткені әнші көп, екінші әнші шыға салады. Может, содан? Егер бірақ екі-ақ тал әнші болса, өйтіп шығара алмайды ғой. Жай, қалжыңдап айтып отырмын. Негізі бұл жерде басшыларды да түсінуге болады. Егер бәріне бүгін рұқсат берді, ертең біреуі сәлдіректеп, үшіншісі сахнада шулап жатыр. Басшылар емес, қазір халық өзі. Халық айтады. Халық емес, қазір басшылар да айтады. Арнайы тізім береді кейде. Осылай. Мен бұла бір жағынан ойлаймын, екі жағы бар. Бір жағынан өте жақсы. Толып кеткен қыздар. Қалай болса солай киініп, сахна мәдениетіне сәйкес емес киімдер. Сонан кейін қандай репертуарын өзгертпейді, бір әнді айта береді, немесе шында да концертті көйлек үстіңге қонып тұру керек. Халық саған 2 сағат демалуға келеді. Сенің жай киіне салған, шашың туфлиң сүртілмеген, сондай емес, сенің әдемі. Қыздардың белі қиылып, әдемі болып шығады. Бізде қандай әншілер бар. Мен өзім артымдағы қыздарды ылғи мақтаймын. Мәдинаның сахнаға шығу мәдениеті, тіпті Розаның шығу мәдениеті. 70-ке келсек те, біз ешбір жас әншіден кем шықпаймыз. Біз бойымызды ұстаймыз, тамақ ішпеу. Иә. Ал енді кейде жастар толық болып шығады. Бірақ енді профессионалдық дәрежеде атақ алып жатқан, үлкен неге ие болып жатқан әншілер өздерін жақсы ұстайды. Біздің қақымыз жоқ мас болып шығуға, туфлиімізді сүртпей шығуға, үтіктелмеген көйлек киіп шығуға. Бірақ көптеген әншілер өзінің мәдениетімен, өзінің жүріс-тұрысымен, өздерінің дауыстарымен, жанды дауыспен айтуынан үлкен құрметке ие болады. Халық сыншы, халық айтады, дұрыс айтады.